Ал жақсы. Біз видеоларымызды бастайық. Қазір мен ең алдымен сіздерге өз экраныммен бөлісейін. Сонда сіздер мен көріп тұрған нәрсені сіздер де көретін боласыздар. Ал кеттік. Менің экранымды сіздер уже көріп тұрған болуларыңыз керек. Енді ең алғашқы платформа мен сіздерге көрсеткім келгені, оның аты Gradescope. Оған кіру үшін сіз gradescope.com деп жазасыздар. Менде уже дайын тұр. Осы платформаға кірген кезде сіздердің алдарыңызда осындай веб-сайт ашылады. Енді бұл сайт, сіздер байқағаныңыздар, мен бүкіл веб-сайттарды көрсеткен кезде, платформаны көрсеткен кезде сайттардың барлығы ағылшын тілінде болады. Негізі бұл платформаларды олар өздері ағылшын тілін, неміс тілін, сосын француз тілі мен түрік тілін олар қолдана алады. То есть бұл платформалар осы 4 тілде жұмыс істей береді. Бірақ енді маған ең жақын ағылшын тілі, сол үшін мен ағылшын тілін таңдадым. Бірақ сіздер егер де бұл платформаны қолданам десеңіз, егер сіз мысалы ағылшын тілін дұрыс түсінбесеңіз, сіз бүкіл платформаны Google переводчик арқылы бүкіл сайтты аударта аласыз. Бірақ мен оны жасамаймын. Неге? Себебі кейбір кнопкаларды, кейбір жерлерін Google переводчик қате аударуы мүмкін. Сол үшін түсініспеушілік болып қалуы мүмкін. Мен сол үшін оригинал ағылшын тілінде қолданам. Сіздерге параллельно аударып отырам. Құдай қаласа проблемалар болмайды деп ойлаймын. Енді ең алдымен Gradescope деген платформаға кірдік. Енді кірсеңіздер, мында Gradescope деп жазылып тұр. Астында кішкентаймен By Turnitin деген жазуды байқасаңыздар, негізгі компания Turnitin. То есть бұның ата-ана компаниясы Turnitin деп аталады. Ол платформаны бөлек талқылайтын боламыз. Бірақ үлкен Turnitin компанияның ішінде Gradescope деген жеке бөлек бір платформа бар. Біз соны қарастыратын боламыз. Мына жерде енді сіз үстінде, мына жерде не дейді, бағалары, бұны бөлек талқылаймыз. Неше түрлі тарифтері бар. Демо версиясын қолданып көру үшін мынаны басады. Get started деген бастау, және де Help Center бұл қолдау. Одан кейін сайтқа тіркелу, болмаса егер сізде аккаунт уже бар болса, сол аккаунтқа кіру. Негізгі меню осы. Енді сіз сайтқа кірген кезде Gradescope сразу қандай платформа екенін өздері де айтып отыр. Не дейді? Deliver and grade your assessments anywhere. Яғни сіздің бағалауыңызды кез келген жерде жасап, кез келген жерде баға беруді ұйымдастыратын, осындай мүмкіндік беретін платформа. Яғни бұл не дейді? Мына жерде байқасаңыздар, экзамендар тұр, бұл емтихандардың түрлері, үй тапсырмалардың түрлері, болмаса даже кодтардың түрлерін барлығын алып, осы бір платформа оның бәрін қорытып, бағалауды сіздерге автоматтандыруға көмектесе алатын платформа. Енді кішкене платформамен танысу үшін сәл төмен түсейік. Енді мында байқасаңыздар, бұл платформаны үлкен-үлкен университеттер мен колледждер, шетелдегі атақты білім беру мекемелері бұл платформаны қолданады. Яғни мына жерде не дейді? 700 миллионнан астам сұрақ осы платформа арқылы бағаланған дейді. 2600-ден астам университеттер осы платформаны өздері қолданады екен. 140 мыңнан астам мұғалім қолданады, және де 3,2 миллионнан астам студент осы платформаны қолданады екен. Енді мына жерде төмен түссек, қандай пәндерді бұл платформа бағалауға көмектесе алатынын жазған. Ең алдымен компьютер сайенс дейді, бұл біздің білетін информатикамыз. Мына жерде байқасаңыздар, мысалы мынау емтихан парағы болатын болса, емтихан парағында сұрақ бар, және де балалар жауабын өздері қолмен, ручкамен немесе карандашпен жазған. Бұл платформа бұл жазған нәрселердің бәрін түсінеді, көреді, және де бағалауға көмектеседі. Мына жерде сізде екі түрлі вариант бар. Мысалы, компьютер сайенсқа информатикадан paper-based assignment деген бұл парақтан алынған бір емтихан. Болмаса бір programming project, то есть сіз баланың кодын тікелей осының ішіне жүктеп қойсаңыз да болады. Енді физика бар, үстінде математика бар. Бұның қалғандардың көбісі уже информатикадан бөлек қалған сабақтардың бәрі парақпен алынған, paper-based деп жазылған. То есть мысалы мына жерде бір сұрақ бар физика пәнінен, и астында баланың жауабы, неше түрлі график, диаграммалар бар, и осының бәрін қорытып бағалауға көмектесе алады Gradescope. Мына жерінде шетінде бағасы да қойылған. Мысалы
максимум 10 балл болса, мына жерде жазылып тұр, 6-шы сұрақ 10 балл, 10 ұпай. Соның 8/5 ұпайын мысалы осы сұрақ үшін оқушы алған екен. Математика, мысалы, математикаға байланысты неше түрлі сұрақтар болуы мүмкін, и баланың жауаптарын біз көретін боламыз. Біз осы курста жеке өзіміз бір жаңа мысал ретінде бір курс ашамыз, бір сабақ ашамыз, соның ішінде бізде математиканы қолданатын боламыз. Неге? Себебі математика, скорее всего, барлық мектептерде бар, сол үшін біз үлгі ретінде математиканы аламыз. Бірақ тек математика ғана емес, үстінде байқағандай химия пәні де бар. Мысалы, мына жерде неше түрлі элементтердің формулаларын сызуға болады. Биология да бар. Мысалы, биологияда мына кәдімгі мәтіндерді платформа танып көмектесе алады. Одан кейін инженерия деп тұр, мына жерде неше түрлі диаграммалар бар, графиктер бар. И экономика дейді. Экономиканың ішінде мында да графиктер, диаграммалар қолданылады. Яғни бұл платформа неше түрлі пәндерден емтихан алуға көмектесе алады. Және де емтихан алуға емес, емтихандарды бағалауға көмектесе алады. Біздің негізгі мақсатымыз бағалауды автоматтандыру. Енді мына жерде бірнеше тапсырма түрлерін біз қолдана алады екенбіз. Мысалы, емтихан түрлері бар, үй тапсырмалар бар, кодтар бар, одан кейін bubble sheets деген бар, бұны соңында айтамын. Енді мысалы, сіз бір емтихан алатын болсақ, біз айталық балалардан парақ жүзінде бір емтихан алдық. Сіз емтиханды не істейсіз? Мына жерде қадамдар жазылған. Сіз оны бәрін сканировать етесіз. Оны қалай жасайтынын жеке тоқталып өтеміз. Одан кейін оның бәрін осы платформаға жүктейсіз. Платформаның ішінде екінші қадам бағалайсыз. Ол бөлек көреміз. Бағалағаннан кейін нәтижелерді осы платформаның өзінен балаларға жібере аласыз. Балалар өздерінің неше алғандарын автоматически көре алады. И одан кейін балалардың нәтижелерін талдау жасап, анализ жасай аласыз. Егер де үй тапсырма беретін болса, бұл тура сондай процесс, бірақ студенттер тапсырмаларын уже өздері жүктей алады. Кодингта примерно сондай, процесс примерно ұқсас. Bubble sheets деген ол жауап парақтары, ол жерде варианттарды бүйтіп домалап белгілейсіз. Тура сол жауап парақтарын платформаға жүктейсіз, и Gradescope сіздерге нәтижелерді шығарып бере алады. Примерно формат бәрінде бірдей. Мына жерде неше түрлі мысалдар бар. Сіз осы сайтқа кірсеңіз, бүкіл ішкі процесті мына жерден примерно көрсеңіз болады. Бұның бәрін біз Құдай қаласа сіздермен бірге өздерімізді жасаймыз. Мына жерде неше түрлі статистикаларды көруге болады, қай бала, қай сабақтан, қандай баға алды, қай тақырыптардан қиналып жатыр, соның бәрін сіздерге көрсете алады. Және де мына жерде не дейді? Feedback delivered instantly. Feedback деген кері байланыс. Сіз осы платформа арқылы балаларға өте оңай кері байланыс бере аласыз. Оны да Құдай қаласа көретін боламыз. Одан бөлек мына жерде неше түрлі университеттердегі мұғалімдерден, профессорлерден олардың отзывтары бар. Олар мысалы платформаны қалай қолданып жатқандарын, қалай оларға пайдасы тиіп жатқанын осы жерге жазып кетеді. Одан кейін сіз бағалаған кезде жасанды интеллектті қолдану арқылы бірнеше студентке сразу бірден баға қоя аласыз. Топтық баға деп айтайық. Мына жерде соны айтады. Мысалы, мына жерде бірнеше студенттің жауаптары бірдей болса, сіз бір балаға баға қойдыңыз, қалған балалардың бәріне платформа автоматически өзі сол бағаны қойып береді. Бұны да біз Құдай қаласа көреміз. Не дейді? Build by instructors дейді. Яғни бұл платформа мұғалімдер үшін арналған ғой. И бұл платформаны жасаған да мұғалімдер. Яғни бұл кісілер не дегісі келіп жатыр? Біз өзіміз мұғалім болғандықтан мұғалімдердің қандай қажеттіліктері бар екенін өзіміз жақсы түсінеміз. Сол үшін мұғалімдерге өте ыңғайлы, өте пайдалы бір платформа жасай аламыз деген нәрсені жеткізгілері келіп жатыр. Енді сразу осы жерде біз примерно платформаның функцияларын қысқаша айтып өттік. Енді осы жерде келесі видеода біз платформаға тіркелуді айтайық. Тіркелуде себебі кейбір нюанстар бар. Келесі видеода кездескенше.